Зиянды әдеттің әлегі, жалғасы, сарай аспазы сыртқа шығып, мысыққа сүт құяды. Мысықты көрген тышқан қыз тағы да қаша жөнеледі. Мысық сүтті тастай салып қуады. Тышқан қыз ұзақ қашады. Бір кезде ол жартасының тасасына жасырында. Шаршаған тышқан қыз сол жерде ұйықтап кетеді. Бір кезде көзін ашады. Тастың үстінде өзіне қарап отырған қарлығашты көреді. Тышқан қыз жылап қарлығашқа өзінің бастан кешкендерін айтып береді. Қарлығаш оны: «Мен сені сиқыршы кемпірге апарайын» дейді. Олар таудың етегінде тұрған лашыққа келеді. Алдарынан бір кемпір шығады. «Кемпір, сендердің де не үшін келгендеріңді білемін» дейді. Тышқан қыз: «Әжетай, мен әкемді тыңдамадым, сондықтан осындай халге түстім. Маған көмектесе көріңіз» дейді аңғыл тоңғыл жылап. «Жарайды, өз қатеңді түсінген екенсің. Маған жақын кел» дейді кемпір. Сиқыршы тышқан қыздың денесін қолындағы орамалмен жауып қайта ашады. Қыз өзінің бұрынғы қалпына келе қалады. Ханшайым алақайлап қатты қуанады. Қызды әкесі таба алмай уайымдап отыр екен. Ол есіктен кіріп келгенде қуанып қалады. «Енді мен ешқашан тырнағымды кемірмеймін» дейді ханшайым. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және достарыңызға жіберіңіз.